Баршаға сәлем достар. Бүгін Разлом Сан-Андрес фильміне шолу жасаймын. Алдымен арнаға тіркеліп, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Ал мен шолуды бастайын. Лос-Анджелес қаласының маңындағы тас жолда Сен-Хуй қыз көлік тізгінді үстінде. Рөлде келе жатқаны болмаса, қыздың ойы айна мен оның телефонында болып отыр. Оның қимыл әрекетіне қарап ақ, көп ұзамай апатқа түсетіндігін білуге болады. Дегенмен де көліктің апатқа түсуіне оның жолға деген жауапсыздығы емес, тосын табиғат мінезі себепкер болды. Көлікті шетке қарай ығыстырған топырақ көшкіні ақыр аяғында оны әрлі-берлі сілкіп, жардың шетіне шығарды. Салмағы тонна тартатын көлік осы жартастың жиегінде тек дөңгелегіне сүйену арқылы ғана жан сақтап тұр. Бұл уақытта көлік ішіндегі жас қыздың көрер жарығы бар екен. Қаншама мәрте көлік аударылса да, тірі қалған ол жанындағы ұялы телефонын алып, құтқару қызметіне қоңырау шалды. Біздің кейіпкеріміз Рей тікұшақ басқарушы. Апатқа түскен қыз жайлы ақпарат келіп түскен соң, тікұшаққа құтқарушыларды тиеп, жолға шықты. Онымен қоса тікұшақ ішінде Рейдің бір күндік жұмысын түсіріп, бейнематериал жинақтап жүрген журналистер бар. Тікұшақ жартасқа жеткенде, оны жүргізудің хас шеберіне айналған Рей аса дәлдікпен қозғалып, тікұшақты жартас арасына кіргізеді. Кейін арқан тасталды да, оның ішінен шыққан құтқарушы сонымен сырғи отырып көлікке жетті. Оны қызға бекітіп шығарып алғалы жатқанда, көлік тұрған орнынан жылжуға көшті. Көліктің құламауын ойлаған құтқарушы оның астына кіріп көтеріп тұра қалды. Сонда көмекке Рей түсті. Арқанмен көлік ішіндегі қызды тез арада шығарып алды. Солай құтқарушы жігіт те орнынан кетіп, көлік бар күшімен құлай кетті. Кадр қаладағы университеттердің біріндегі дәріске ауысты. Мұндағы студенттердің назарына үлкен лед арқылы жер қабатын көрсеткен мұғалім олармен жаңалығын бөліседі. Айтуынша күндердің бір күні қалада ауқымды жер сілкінісі болуы мүмкін. Осы ашада болса шындықты естіген соң, профессор Хейзелге жас жігіт өзінің болжамдарымен келді. Жігіт профессордың сөзінің жаны бар екенін айтып, көмекші ретінде су бөгетіне барып зерттеу жүргізуді сынады. Хейзел оның көмекшілігін қабылдап, бірге бөгетке шықты. Мұнда адам қарасы қалың. Хейзел төменге түспей, жоғарыдағы көріністі қараумен шектелді. Ал жаста болса жігерлі көмекші төменге түсіп, оның бұзылу жағдайын тексере бастады. Жоғарыдан байланысқан профессор жігіттен біраз хабар алды. Көмекшінің айтуынша, оның жағдайы мәз емес. Бөгет қабырғасы әне-міне дегенше опырғалы тұр. Оған қоса оған соғып жатқан су толқындары да бара-бара көтерілу үстінде. Мұндай ақпаратты естіген соң Хейзелде опырылудың қазір орын алып қалу мүмкін екендігін халыққа тарата бастады. Айтса айтқандай бөгет сілкініп, ішіне қарай қопарыла бастады. Жүгірген адамдар шулап, ендігі жағынан сақтауға асығады. Профессор бөгет жиегіне жетіп қалды. Тек көмекшінің жағдайы ауырлау. Төменнен енді ғана көтерілген ол қашып кетеді. Ол жүгіріп келе жатып, кішкене қызбен кезігіп қалды. Ендігі оны ұстаған күйі келе жатқан жігіт байқаусызда опырылған жерге түсіп кетті де аяғын жаралап алды. Хейзел жігітке қайта келгенде, оның разылығын алып кішкене қызды көтеріп кетті. Сәлден соң бөгет жиегіне жеткен профессор қызбен бірге сұмдық көрініске көз тастайды. Бұл уақытта Рей қызын колледжге апаруға қамдануда. Ол өз әйелімен ажырасқан. Қазір оның қызы Блек пен әйелі бай үйде өмір сүретін күйеу баламен бірге тұрады. Көлікке мінген Рей өзіне дабыл келіп түссе де, асықпай қызымды колледжге апарудан маңызды емес дейді. Кейін Блекпен кездескен ол, Денел екеуінің бірге іс сапарға аттанып бара жатқандығын білді. Жеке тікұшақпен жасайтын бұл сапарлары тікелей Денелдің бизнесіне қатысты десек те болады. Денел қалаға ұшып келген соң, өзінің құрылыс компаниясының жұмыстарымен әуре болып кетті. Осы уақытта Блек өзге қала қонақтарымен таныса бастады. Солардың бірі ағайынды жігіттер еді. Хейзел мырзамен репортаж түсіріп жатқан журналистер оның ақпараттарымен жіті танысқысы келеді. Олардың алдарына карта қойған Хейзел нақты осы жерлер құлдырап, сілкінеді деп сызып берді. Бұл уақытта Рейдің ажырасқан әйелі Эмма оның қарындасымен дастархан басында отыр. Алайда екеуінің де арасында көңіл көтерерлік әңгіме болып жатқан жоқ. Осы кездесуден жалтырғысы келгенде Эмма телефонға хабарласқан Рейді көріп тұтқаны көтереді. Аспанда тікұшақпен қалықтап жүрген Рей әйеліне кеше айтқан ауыр сөздер үшін кешірім сұрайды. Осы уақытта Эмма отырған ғимарат сілкіне бастады. Жалпы алғанда Лос-Анджелес қаласында осындай оқиға орын алып бастады. Рей әйеліне телефон арқылы ғимараттың төбесіне шық деп ақыл айтады. Кейін өзі де тікұшақтың бағытын бұрып, сонда аттанды. Дәл осындай оқиға Рейдің қызы Блек пен жігітінің басында орын алуда. Үйге қайтуды жоспарлаған жастар көлікте отырады. Сонда көлік тұрағында сілкініс орын алып, жүргізуші оларды аман сау сыртқа алып шығуды ойлайды. Дегенмен де аяқ асты опырылған еденге түсіп кетіп,
көлік төменгі тұрақтан бірақ шығады. Сонда Дэниел көліктен шықса, Блектің отырған есігі ашылмай қойды. Абыр-сабыр уақытта Дэниел қазір келіп көмектесемін деп кетіп, кейін сыртқа шыққанда өзінің өмірін өзгелерден биік қойды да қайта көмекке барудан бас тартты. Блектің басы бәлеге қалғандығын жігіттен естіген ағайындылар тез арада оны құтқаруға аттанды. Төменге келсе жылап сықтаған Блек әлі де болсын аман сау екен. Алғашында көлікті көтеру арқылы есікті ашатын жағдай жасаймыз деп ойласа да, бұл іске аса қоймады. Сонда жігіттер көлікті төрт дөңгелегін тесіп, физиканың заңдылығына сәйкес әрекет етті де Блекті шығарып алды. Бұл уақытта Лос-Анджелестің астан-кестеңі шығуда. Мұндай сондықтан адамдар көшеде бас сауғалай қашып, барлығы айқайға басуда. Ғимараттың төбесіне шыққан Эмма айналасына қарап Рейді байқайды. Тікұшақ оның жанына келіп қонғалы жатыр. Бірақ газ баллоны жарылып, өрт шашылған соң Рей басқа орнығу әдісін қарастыруға мәжбүр болды. Сол уақытта оларға көршілес тұрған зәулім ғимарат жерге құлап, көк шаңды аспанға көтерді. Бір сәттің ішінде айнала шаңға оранып, тікұшақты басқарған Рей үшін Эмма түгілі ғимараттарда көрінбей қалды. Енді не істеу керек деп үмітсіздікке салынбаған Рей сатыны арқанға байлап, ғимарат үстіне тастады. Кейін мүмкін Эмма мінгескен шығар деген үмітпен арқанды тарта бастады. Мұның нәтижесі қуантарлықтай. Эмма шапшаңдық танытып, мінгесіп үлгерген екен. Өзінің өмірлік жартысын тікұшаққа жайғастырған Рей тікұшақты қиранды қаланың үстімен жүргізе кетті. Сонда Эмманың телефонына қызы Блек қоңырау соқты. Қыз Сан-Францисконың да сілкініп, қиранды қала болғандығын айтады. Сөзін жалғаған ол, қиын қыста Дэниел оны тастап кеткендігін айтады. Бірақ қазір біреуді талқылайтын шақ емес. Рей балаларға тікұшақ қона алатындай жерге барып орналасыңдар. Сонда сендерді алып кетемін деп өзінің ойын айтты. Бұл уақытта Хейзел халықпен байланысуға кірісе бастады. Журналистер оны камера алдына жайғастырып, кейін Хейзел халыққа бұл сілкіністің тек басы екендігін, алдағы уақытта мұндай апаттар азаймайтындығын жеткізді. Демек қазір тірі қалған адамдар барынша үй жайларына қарамай эвакуациялану керек. Тікұшақпен келе жатқанда оның қандай да бір ақаулары байқалып, Рей амалсыздан апатты түрде қонды. Мұның салдарынан тікұшақ ендігі жүруге жарамсыз десек те болады. Бұл уақытта адамдардың үй жайларын тастап кеткендігін пайдаланып жатқан оңбағандар да бар еді. Олар не бір қымбат техникадан бастап, алтын әшекейге дейін қолды етуде. Көше болса астан-кестең. Бір жігіттің багажға телевизор тиеп жатқандығын көрген Рей пикапты алып кетуді ойлады. Ұры жігіт кезекті телевизорға кеткенде Рей оны оталдыруға тырысады. Бірақ көлік сым арқылы отандырылған. Демек ұры жігіт бұл көліктің шынайы иесі емес. Сонда Рейдің самай тұсына тапанша тақылды. Жалт қараған бұрынғы әскер Рей ұрыны сұлатып түсірді. Әйелмен бірге тас жолға көлікпен шыққан олар жол бойы өткен-кеткенде әңгіме етіп, біраз жақын танысты. Екеуінің ажырасуларына әсер еткен сыртқы оқиғаларды талқылап сырласады. Осы керемет әңгімелері жер сілкінісінен пайда болған үлкен жыраға келгенде кілт тоқтады. Мұндағы өздері секілді тоқтап тұрған жолаушылармен жөн сұрасқан соң Рей жақын маңдағы ұшақтар жайлы білді. Енді Сан-Францискоға сапар сонымен жалғаспақ. Бұл уақытта Бен ағайындыларымен Блек қала ішінде биік ғимарат іздеу үстінде. Дегенмен де әкесінің айтқанын жасау мүмкін болмайтындай. Өйткені кей ғимараттар астан-кестең болып құласа, кейбіріне жетудің өзі қауіпті болмақ. Сонда Блек ағайындыларға қаладағы мыналарды көрейік. Олар әлде қайда берік болады дейді. Бұл ой үлкен Бенге ұнай қоймаса да, кішкене балақай оны көндіріп, олар Блектің бастауымен аттанды. Қалаға ұшақпен келгендер қонуға жарамды делінген әуежайдың түрін көріп, мынаған қонсақ фарш боламыз деп парашютпен секіруді дұрыс деп тапты. Ұшақтарын ашық теңізге құлатқан Рей мен оның әйелі парашютпен секіріп, кейін қону алаңы ретінде бейсбол стадионына келді. Жерге түскен шақта қалада кезекті жер сілкінісі бастауын алған еді. Рей сонда абыр-дабыр болып жүрген халыққа стадионды көрсетіп, осының қабырғасында сүйеніңдер, өйткені бұл аса қатты биік емес. Оған қоса берік деп кеңес береді. Осы апатқа қаланың арғы тұсында жүріп тап болған жастардың бірі сілкініс кезінде қиранды әйнектерінің астында қалып қойды. Жігіт аяғынан жараланған. Сондықтан да ол әрі қарай ұзақ жүре алмайтындай. Сол сәтте әкесінің мықты тәрбиесін көрген Блек оның аяғын матамен таңды да, ендігі бағытымыз дәріхана деп белгіледі. Сонда жеткен соң үлкен Бенге ем шараларын көрсетпек. Ұшақты тастап моторлы қайыққа ауысқан Рей, менің қызым қаланың арғы бетінде, оған қайық арқылы жетемін деп шешкен еді. Дегенмен де су қауіпсіз деуге келмес. Арғы беттен биіктігі таумен бірдей толқындар көріне бастады. Шынына келгенде бұл нағыз цунами. Басқа қайықтар цунамиге тікелей барып, оның арғы жағынан өтіп кетуді ойлады. Дегенмен мұны жасау Рейдің қолынан келді. Онымен қоса аударылған жүк кемесі де бұларға әжептәуір қиындық көрсетті. Батырға да жан керек дегендей, Рей аспаннан қарша бораған ауыр контейнерлерден қайықты аулаққа алып, сәтті түрде қашып үлгерді.
Кейін бұл контейнер толы кеме Сан-Франциско көпіріне барып соқты. Мұндағы жаяу адамдар оның астына бастырылып қалып жатса, қашқан Даниэлді контейнер жаншып қалады. Бұл сәтте тұрғындардың көбісі өлім сәтінің келгенін түсініп, бір-бірімен қоштаса бастады. Ал жастар ғимаратқа көтеріліп, әкелерінің келуінен үміттенеді. Дегенмен бастапқыда сілкініс болып басталған бұл апат ендігі әлде қалай түрленіп, су тасқынына айналуда. Терезеге телміреген жастар бара-бара үміттерінен айырылуда. Су деңгейі де көтеріліп жатыр. Судың астында қалмас үшін олар өздері орналасқан қабаттан жоғары шығуды жалғастыруда. Бұл шақта қайыққа мінген жұбайлар күл-талқан болып жатқан қала арасынан өз қыздарын іздеді. Сәлден соң Ақбілек пен Бендер отырған ғимарат жанына қайықпен келді. Алайда олар қыздарын көрмеді. Әйнек артындағылар болса, бұрындалған әйнекті сындыра алмай, бар болғаны қор айқайлауда. Сонда Білек қалтасынан лазер алып шығып, оны ата-анасына тақатады. Сол сәтте барып олар көзге ілікті. Дегенмен де бұл бар қауіп артта қалды дегенді білдірмейді. Жастар орналасқан қабатқа алып толқын соғып, оның әсерінде олар суға тұншыға бастады. Жігіттер бір бөлмеден табылып, бір-біріне көмектесті. Ал Білек не істерін білмеуде. Су астында қалған ол, әйнекті сындыруға тырысқанмен де қолынан келмеді. Сонда қайық ішіндегі Рей суға күмп етіп, әйнекке келді. Арғы беттен қызы жанталасып, тірі қалуға тырмысып бағуда. Дегенмен де әрі-бері ұра бергеннен де еш пайда жоқ. Сонда Білек оларға жақсы көретіндігін көрсетті де көзін жұмды. Бұл сәтте Рей шарасыздықтан жындануға жақын. Әйнектің сынбайтындығын көрген соң, айналып барып басқа кіре жолды тапты. Ішке кірген ол қызын ашық жерге шығарып, барынша тез алғашқы көмекті көрсете бастады. Бұл уақытта Бен әйнекті сындыруға талпынуда. Қайық үстіндегі Эмма қызының талып қалғандығын көріп, әйнекті қайықпен бұзып өтті. Біздің кейіпкерлер барлығы бірігіп қайыққа орналасты. Рей болса қызына дем салуды тоқтамай жалғастыра берді. Ақыр аяғында барлық кино секілді, жақындары оны өлдіге санағанда қыз есін жиды. Соңғы кадрлар лагерде қалыпқа келіп жатқан отбасыны көрсетеді. Олар батып бара жатқан күн шапағымен қиранды қалаға қарайды. Сонда Рей барлығын қайта тұрғызамыз, бастысы денсаулық дейді. Осылайша достар, киноның соңы. Арнаға тіркеліп лайктарыңызды баса кетіңіздер. Келесі кездескенше.